Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Айжан. Бүгін сіздермен таңғы асқа арналған творожный сырники бірге әзірлейтін боламыз. Ең алдымен марлені аламыз, оның үстіне сүзбені саламыз. Сүзбеміз шығып кетпейтіндей жақсылап түйіп аламыз. Қолдың көмегімен қаттырақ қысып, сұйықтығынан арыламыз. Сүзбе құрғақ болмаса, сырники шықпай қалады. Дайын сүзбені ыдысқа салып аламыз. Міне осындай құрғақ сүзбе болу керек. Енді 1,5 ас қасық жарма ұнтағын саламыз, яғни манная крупа. 1 ас қасық қант, ваниль қанты дәміне қарай, 1 жұмыртқа. Бірінші шанышқының көмегімен араластырып алып, одан кейін блендердің көмегімен езіп алдым. Тақтайдың үстіне ұн сеуіп, сүзбені 1 ас қасық мөлшерде алып, осындай дөңгелектер жасаймыз. Барлығын осылай жасап шығамыз. Жақсылап ұн сеуіп, үстінен кішкене басып, кружканың көмегімен осындай әдемі форма жасаймыз. Келесі кезекте табаны қыздырып, кішкене сары май қостым, сырниктарды қуырып алу үшін. Орташа отта 2 жағын қызартып пісіріп аламыз. Екінші жағына аударғанда қақпаған жауып пісіріп аламыз. Қажет ингредиенттерінің барлығын осы видеоның астына жазып қойдым, сол жақтан қарай аласыздар. Творожный сырники дайын болды. Осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Рецепт ұнаса, лайк, подписаться басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айжан, соңына дейін қарағандарыңызға көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.